тәжірибелер жүргіземіз. Бір қарағанда біздің қолымыз мүлдем таза көрінеді. Микробтар көзге көрінбейтін өте кішкентай тіршілік иелері. Оларды микроскоппен көруге болады. Олардың көпшілігі зиянсыз, бірақ кейбірлері біз үшін қауіпті болуы мүмкін. Егер зиянды микробтар біздің денемізге енсе, олар бізді жұқтыруы мүмкін. Бірінші тәжірибеде біздің қолымызда микробтардың қалай тез пайда болатынын көрсетеді. Екінші тәжірибеде біз микробтардың қалай жойылатынын көреміз. Бұл жарықтың сынуының әсерінен болады. Жарық толқындары әртүрлі заттар арқылы, әртүрлі жылдамдықпен қозғалады. Олар су арқылы емес, ауа арқылы жылдамдырақ қозғалады. Жарық толқындары бір ортадан екіншісіне өткенде қозғалыс бұрышы өзгереді. Микробтар бізге сондықтан көрінбейді. Микробтар қашып кетеді тәжірибесі. Судың бетік керілуі бар. Сабын бетіне тигенде, ол бетік керілуді бұзады. Және бұл микробтардың шетіне қарай жүзіп кетуіне әкеледі. Және ол сабынан қашып жатқан сияқты. Қолданды сабынмен сылаймыз. Сабындар.